сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер, сіздермен бірге Көсел айта алмаған сыр арнасына қош келдіңіздер. Тірі жанның саяхаты. Бүгін мен сіздерді адам жанының ең терең, ең маңызды түкпірлеріне бағытталған шағын, бірақ өте мәнді саяхатқа шақырамын. Ыңғайланып жайғасыңызда, бұл тарихтың сезімдеріңізді қозғауына рұқсат етіңіз. Жүрекпен тыңдаңыз. Ас үй үстелінің үстіндегі аппақ зығыр дастарханда тілгіленген тағамдар салынған тәрелкелер тұр еді. Пеш үстінде қарақұмық ботқасы бұқып пісіп жатты. Әлия ақ бөлкені тым жұқада, тым қалыңда қылмай орташа етіп тұрады. Ол мазасыздана қабырға сағатына көз салды, уақыт таяп қалыпты. Қазір күйеуінің оятарсы тұрғызылады. Дәурен орнынан тұрып, алдымен жуынатын бөлмеге, сосын ас үйге өтеді. Бәрі дайын сияқты. Әлия үстел үстіне көз жүгіртті. Ой, тобай, шайды қалай ұмытып кеткен. Шай күйеуі үстелге отырудан 5 минут бұрын демделуі керек еді. Әлия бірден электр шайнегінің батырмасын басты. Суы аз болғандықтан тез арада бұрқыса қайнап шықты. Қобалжығаннан қолы дірілдеп, Әлия күйеуінің жақсы көретін шайы тұрған банканы ашты да, алдын ала ыстық сумен шайып, қыздырып алған фарфор шайнекке толтыра 2 қасық шай салды. Үлгерді-ау, әйтеуір. Әлия терең тыныс алып, шайнектің бетін майлықпен жапты. Дәл осы сәтте ас үйге ширақ қадаммен күйеуі кірді де, амандасудың орнына жай ғана бас изеп, терезенің алдындағы өзінің үйреншікті орнына жайғасты. Әйелі дереу оның тәрелкесіне 5 қасық қарақұмық ботқасын салып, үстіне 1 тілім сары май қойды. Дәурен тізесіне майлықты жайып жіберіп, таңғы асына кірісті. Басына орамал тағуды ұмытып кетіпсің ғой, деді күйеуі кейістікпен. Тамағымнан сенің шашыңның шыққанын қаламас едім. Әлия шошып кеткендей басын ұстады. Шынымен ақ ұмытып кетіпті. Бірақ оның желкесіне тығыз етіп жиналған ұзын шашынан 1 тал шаштың түсуі мүмкін емес еді. Дегенмен бірде сондай жағдай болған. Сонда Дәурен ішіндегі тамағымен қоса тәрелкені еденге бір-ақ ұрған. Артынан бәрін өзіне жинатты, бірақ одан да сорақысы күйеуінің жек көрінішпен ызаға толы су көзқарасы еді. Әлия үй халатының қалтасынан орамалын асығыс шығарып, басына таға салды. Содан кейін күйеуінің жақсы көретін кесесіне шай құйып, 2 қасық қант салды да, дыбысын шығармай баяу қозғады. Бүгін кешке анамның туған күніне баратынымыз есіңде ғой, деп сұрады Дәурен шайдан бір ұрттап. Әлия оның жүз қимылын бақты. Қабағы шытпады, демек бәрі дұрыс. Суық та емес, ыстық та емес, қоюлығы да, қанты да дәл бабында. Ол сездірмей іштей жеңілдеп қалды да, ақырын ғана: Иә, әрине, сыйлық дайын, сырты қапталған, деп жауап берді. Мен кешкі сағат 6-да келемін, балалар киініп дайын отырсын, деп бұйырды күйеуі. Ал өзіңнің үстіңе ілуге жарайтын дұрыс киімің бар ма? Мүмкін, анау қара футляр көйлекті киерсің, деп Әлия жасқана сұрады. Саған қандай футляр? Күйеуі жиіркенгендей бетін тыржитты. Айнаға қарамағалы қашан болған өзіңе? Анамның туған күні қаралы жиын емес қой. Басқа бірдеңе тауып ки, маған кету керек. Ол ернін майлықпен сүртті де, үстел үстіне тастай салды. Ертең кешке 1 айлық шығындардың есебін өткізесің, деді Дәурен есікке қарай бара жатып. Есімде. Дәурен туфлиін киіп жатқанда, Әлия оның қолына былғары портфелін ұстатты. Күнің сәтті өтсін. Бұл күнді босқа өткізбей, пайдалы іспен айналысарсың деген үміттемін. Күйеуінің артынан есік жабылғанда ғана Әлия еркін тыныстап, терең дем алды. Сағатқа қарап алып, балалар бөлмесіне қарай жүгірді. Бауыржан, Әлихан, қайырлы таң, ұлдар, ояныңдар, мектепке жиналатын бұл. Ұлдары көздерін уқалап керіліп жатқанда, Әлия қызының бөлмесіне кірді. Мадина, қайырлы таң. Тұрып қойдың ба? Ақылдым сол. Ағаларын киінгенше бар, жуынып ал. Әлия ас үйге қайта оралып, үстел үстіндегі кір ыдыстарды жинап тазаларын қойды. 7 жасар Бауыржан мен 10 жасар Әлихан бір-бірін итермелеп, ас үйдің есігіне бір уақытта сығылыса кірді де, үстелге жайғасты. Фу, ботқа. Бауыржан бетін тыржитты. Мен мұны жемеймін. Онда бутерброд же, деп ұсынды анасы. Мен бутерброд жеймін, деді Әлихан.
Жарайт деп келісті әлі. Міне, шайларың? Мама, мен таңғы ас ішпеймін. Ас үйге 13 жасар қызы бас сұқты. Мен асханада үзіліс кезінде бірдеңе жей салармын. Және бүгін сабақтан кейін сәл кешігемін. Ой, Мадинажан, тек көп кешікпейші, өтінемін, деді анасы мазасызданып. 6-ға қарай дайын болуымыз керек. Әжене барамыз, бүгін туған күні. Тек ешкім менен өлең оқуымды сұрамасыншы, деді Бауыржан. Ал менен пианинода ойнауды, деп қостады Мадина, сосын бірден дәлізге қарай беттеді. Мұны әкелеріне айтарсыңдар, деп Әлия ақырын ғана ескертті. Ештеңе етпейді, Әлиханға айтсын, ол бәрібір ақымақ қой, деп Бауыржан күліп жіберді. Олай деуге болмайды, балам, деп анасы баласын тыйып тастады. Бұл менің сөзім емес, мұны әжем айтқан. Бірақ бұл өтірік, деп қарсы шықты Әлия. Әлихан өте әдемі сурет салады. Мама, бәрі дұрыс, деп жымиды Әлихан. Мен мұндайға көңіл аудармаймын. Бауыржан ғой әжемнің еркесі. Маған сенің мені жақсы көргенің де жеткілікті. Әрине, құлыным сол, Әлия Әлиханды құшағына қысты. Мама, мен кеттім, деп айқайлады Мадина, сосын есікті тарс жауып шығып кетті. Мама мені де жақсы көреді, деп Бауыржан тілін шығарды. Солай ғой, мама. Әрине. Ал болды, шығыңдар, кешігесіңдер, деп Әлия ұлдарын асықтырды. Балалар пәтерден шыққан соң, ол шаршап орындыққа отырды, басындағы орамалын шешіп қалтасына салды. Ұлы тиіспей кеткен ботқа салынған тәрелкені өзіне жақындатып, сырмен пісірілген ет қосылған бутербродпен тез-тез асап тауысты. Әлия электр шәйнегіне су құйып батырмасын басты да, шкафтың ең үстіңгі сөресінен шоколад кәмпит салынған пакетті алуға ұмтылды. Дәурен тәтті жегенді құптай бермейтін, балалар да сирек сұрайтын. Ал Әлия бір күнде кәмпитсіз немесе печеньесіз тұра алмайтын, сондықтан өзі үшін әрқашан бір жерге тәтті тығып қоятын. Ол өзіне шай құйып, бір ұрттады да кәмпитті тістеп рақаттана жымиды. Әлия терезенің алдына келді. 3-ші қабаттың биіктігінен осы уақытта өз шаруаларымен асығып бара жатқан жүргіншілерді бақылағанды жақсы көретін. Мүмкін, солардың бірі Әлияға қызыға қарайтында шығар, өйткені оған жұмысқа асығудың қажеті жоқ еді. Ол қызы туылмастан бұрын декреттік демалысқа шыққаннан бері үйде отыр. Бағы жанған әйел. Күйеуі жақсы ақша табады, отбасын толық қамтамасыз етіп отыр. Өзі дайынға айран, дағарға дайын тұрмыс кешуде. Айналасындағылардың бәрі осылай айтатын. Әлия кәмпитті жеп бітіріп тағы біреуін алды. Үйдегі үйреншікті шаруаларға кіріспес бұрын уақытты тағы сәл созғысы келді. Кесесіне қайтадан шай құйып, тағы да көшеге телмірді. Бір сәтке оның да осы асыққан адамдардың ағынына қосылып кеткісі келді. Бірақ ол мұндай күнәлі дереу басынан қуды. Терезенің алдынан кетіп, үстелді жинады, ыдыс аяқты жуып, ұлдардың бөлмесіне беттеді. Содан кейін қызының бөлмесіне барып, екі жақты да тап-тұйнақта етіп жинап, шаң сорғышпен тазалап, шаңын сүртті. Жатын бөлмеге кіріп, күйеуінің шашылып жатқан киімдерін жинап, жуынатын бөлмеге апарып, кір жуғыш машинаға салды. Кейін кешке киетін қолайлы көйлек іздемек болып шкафты ашуға оралды да, үлкен айнаның алдында тұрып, сілейіп қалды. Бұл кім өзі? Ескі халатын киген, толысқан, жасы белгісіз, тартымсыз әйел, деп ойлады Әлия, және ауыр күрсінді. Осындай сымбатты, жинақы, сырт көзге тартымды Дәурен сияқты еркек мұны қалай ғана қасында ұстап отыр. Оның көңілінен шығу үшін барынша тырысу керек, әйтпесе басқа біреуді тауып алып, Әлияны 3 баласымен жалғыз қалдырып кетеді ғой. Ол өзін әрқашан сұр тышқандай сезінетін. Тек бұрынырақ арық болатын. Жас жігіттердің назарына ешқашан бөленіп көрмеген. Басында мектепте, кейін университетте оқыды. Алтын медаль мен үздік диплом да оған ерекше қуаныш сыйламады. Кандидаттық диссертация қорғау, өзі бітірген жоғары оқу орнында оқытушы болып жұмыс істеу басында бәрі ұнайтын. Студенттер оны жақсы көрді, әріптестері сыйлады, бірақ Әлия отбасын құруды, тұрмысқа шығуды, лалы болуды ады. Уақыт зымырап өтіп жатты, ал оның өмірінде болашақ жар болуға лайықты ешкім көрінбеді.
Ол докторлық диссертациямен айналысуға бекініп, өзіне маңызды тақырыпты таңдап қойған еді. Дәл осы кезде Дәуренмен танысты. Оның 30 жасқа толған мерейтойына орай әріптестері университеттің акт залында үлкен мереке ұйымдастырды. Бұл өте күтпеген әрі жағымды жағдай болды. Құрбысы оны сұлулық салонындағы таныс шеберлеріне апарып әрледі. Сән үлгісіндегі шаш үлгісі мен макияждан кейін Әлия айнадан өзін танымай қалды. Осы кешке арнайы сатып алынған жібек көйлек оның сымбатты мүсінін айшықтап тұрды. Мерейтой иесіне мақтаулар жауды. Ол сол сәтте өзінің шынымен де сұлу екеніне сенді. Дәурен факультет деканының досы болып шықты және сол кеште жолдасына бірдеңе әкеліп беру үшін немесе алу үшін университетке кездейсоқ бас сұққан еді. Сол жерде оны көріп декан екеуін таныстырды. Әлия осындай сымбатты жас жігіттің назарын аударғанына сене алмады. Ал ол оны кездесуге шақырғанда мұны қалжың деп ойлады. Бірақ Дәурен бір құшақ гүл әкеліп, оны мейрамханаға апарды, үйіне дейін шығарып салды. Әлия бір ай бойы жиі кездесіп жүріп, оны алғаш рет үйіне отбасылық кешкі асқа келгенде ата-анасы да одан кем таңғалған жоқ. Әлия, мынадай сымбатты жігіттің сенен не тапқаны қызық екен деді анасы Дәурен кеткеннен кейін. Мүмкін оған ақылды қыздар ұнайтын шығар, ал Құдайға шүкір, сенде ақыл жетеді. Ата-анасы да қыздарының тұрмысқа шыққанын өзінен кем армандаған жоқ, бірақ уақыт өте келе оның кәрі қыз болып қалатынына көндіге бастаған еді. Сондықтан Дәурен оған үйленуге ұсыныс жасағанда, олар Әлияның өзінен бетер қуанды. Күйеу жігіттің көрнекті сырт келбетінен бөлек 2 бөлмелі пәтері бар еді. Мансаптық өсу болашағы бар жақсы жұмысы да Дәуреннің пайдасына үлкен 2 плюс ретінде белгіленді. Ол Әлиямен құрдас болатын және танысқан уақытқа дейін 2 рет үйленіп ажырасып үлгерген еді. Бірақ балалары болмағандықтан бұл факт келінді де оның ата-анасын да шошытпады. Дәуреннің өзі әке болу жасына жеткенін, берік отбасын қалайтынын, ал бұрынғы таңдауларының сәтсіз болғанын айтты. Ол үйлену тойына дейін-ақ Әлияға өзінің мінсіз әйел туралы түсінігін егжей-тегжейлі сипаттап берді, онда сырт келбет туралы бірде-бір сөз жоқ еді. Осы тармақтың жоқтығын көрген Әлия болашақ күйеуінің кез келген басқа талаптарын орындай аламын деп шешті. Олардың үйленгеніне 14 жыл болды. Үйленгеннен кейін Әлия бірден аяғы ауырлады. Әйел заты үшін оңай емес, бұл кезеңдегі токсикоз бен басқа да ерекше жағдайларға қарамастан, ол күйеуінің мінсіз әйел туралы идеалына сай болу үшін бәрін жасауға тырысты. Қызы туылғаннан кейін де бұрынғыдай үйдегі шаруалардың бәріне үлгеріп, сәбиге де көңіл бөлуге тырысты. Алғашқы уақытта анасы, кейде енесі көмектесіп тұрды. Әлия түскі немесе кешкі ас дайындап, пәтерді жинап алғанша, ең болмаса кішкентай қызды далаға серуендетуге алып шығатын. Бақытқа орай қыз бала көп ауырмады. Дегенмен күйеуін әрқашан тап-таза, жиналған үймен қарсы алу мүмкін болмағанын да мойындау керек. Мадина кейде Дәурен жұмыстан қайтар алдында ғана бірдеңені шашып, төгіп немесе сындырып алатын. Бірақ бұған күйеуі кешірмен қарайтын. Әлия қызының әлемді тануының зардаптарын жойып жатқанда, ол жымиып қызын қолына алатын. Кейін екінші жүктілік басталды, бұл жолы әлдеқайда жеңіл өтті. Ұлы Әлихан дүниеге келді. Таңғаларлығы өте тыныш бала еді, бірақ сонда да қарбалас көбейді. Дәуреннің қызметі өсті. Екі жақтың ата-анасы қаржылай көмектесіп, жас отбасы көрші үйден 4 бөлмелі пәтер сатып алуға қол жеткізді. Көшу кезінде ештеңе бүлінген жоқ, тек бұл процесс бірнеше күнге созылды. Әлия жаңа баспананы қуанышпен жабдықтады. Қызы мен ұлының өз бөлмелері болды, ал әкесі мен анасының үлкен жатын бөлмесі бар еді. Осы пәтерге перзентханадан тағы бір ұлдары Бауыржанды алып келді. Көшкеннен кейін 1,5 жыл өткен соң, Әлияға 3 баламен үлгеру қиынға соқты. Мадина мен Әлиханды балабақшаға Дәурен апаратын, ал Әлия Бауыржанмен үйде қалып, үй шаруасымен айналысатын. Әрине, шаршайтын, бірақ үйді мінсіз жағдайда ұстай алмаса да, кішкентай балалар мен бұл мүмкін емес шығар, тап-таза етіп ұстауға тырысатын. Күнделікті ылғалды тазалық ол үшін міндетті еді, ал өз айнаға сирек қарайтын. Ал айнадағы өз бейнесіне көзі түскенде теріс айналғысы келетін.
Әр жүктілік оның денесінде бірнеше келіден қалдырып кетті. Үшінші босанудан кейін Әлия таразыға қарап, тым көп салмақ қосқанын мұңайып байқады. Сондай бір кездері ол арық сұрт шыққан еді, ал қазір, керісінше, толысқан, тартымсыз әйелге айналды. Сонымен бүгін енесінің туған күніне күйеуі риза болатындай не киюі керек. Әлия өзінің сырт келбеті мүмкіндігінше көзге түспейтіндей, күйеуінің сұлулығын айқындап тұратындай болып көрінуі керек екенін түсінді. Ол шкафтан қою көк түсті, кең пішінді көйлекті шығарды, оның толысқан мүсіндегі жасыруға болатын жерлердің бәрін жасырып тұр еді. Оны мұңайып шкафқа қайта іліп қойды да, балаларға түскі ас дайындау үшін ас үйге беттеді. Ұлдары мектептен бірнеше сағаттан кейін оралады. Оқу жылының аяқталуға жақын қалғаны жақсы болды. Сабақты көп бермейтін тапсырмаларды да балалар көбіне өздері орындайтын. Әлия тек олардың дұрыс орындалғанын тексеруі керек еді. Тағы бір аптадан соң Мадина жағалаудағы жазғы лагерге аттанады. Әлиханды Әлияның ата-анасы өздерінің саяжайына алып келеді, ал бауыржан Татьяна әжесінің үйінде тұрады. Олар өте жақсы тіл табысатын. Содан кейін шкафтағы киімдерді реттеп, бүкіл пәтерді бас-аяғынан тазалап шығуға болады. Әлия алдағы тазалықтың жоспарларын басында айналдырып жатқанда, ұялы телефоны шырылдады. Нөмір бейтаныс еді, бірақ ол бәрібір жауап беруді жөн көрді. «Сәлем, жаным, бұл Диана Круглова», Әлия бұрынғы құрбысының ұмытыла бастаған даусын естіді. «Сәлем». Әлия қуанып кетті. «Мен бұнда ата-анама бүкіл жазға келдім. Бос болған кезіңде кездесіп сөйлескіміз келеді. Ой, ертең маған келе аласың ба?» Әлия мекенжайын айтты. «Сағат 10 шамасында. Күйеуім жұмыста болады, балалар мектепте. Еркін сөйлесе аламыз». «Тамаша. Мен де сені қатты сағындым». Әлия телефонды қойғанда еріксіз жымиды. Диана мен олар мектеп кезінен таныс еді, бірақ университетте оқып жүргенде ғана жақын дос болып кетті. Диана психология факультетінде, ал Әлия қолданбалы математика факультетінде оқыды. Диплом алғаннан кейін құрбысы басқа жаққа кетіп қалды. Олар тек ол ата-анасына демалысқа келгенде ғана кездесетін, ал соңғы бірнеше жылда кездесудің сәті түспеді. Диана қалада болған кездерде Әлия күйеуімен және балалармен не тауға, не теңізге кетіп қалатын. Құрбысы Мәскеуде тұратын, өте сәтті тұрмысқа шыққан. Жалғыз ұлы жоғары оқу орнын бітіріп, ата-анасынан бөлек тұратын, ал Диана жеке психологиялық практикасын сәтті жүргізіп жатқан еді. Әлияға құрбысының осы жылдар ішінде өзгерген-өзгермегені, қазір қалай көрінетіні қызық болды. Диана, Әлияға қарағанда әрқашан жарқын, тартымды қыз болатын. Оған сөз айтатын жігіттер ешқашан аз болған емес, және 23 жасында тұрмысқа шықты. Жүктілік кезінде де, ұлы туылғаннан кейін де өз мамандығы бойынша жұмыс істеуін және дамуын тоқтатқан жоқ. Оның қолынан бәрі келетін сияқты еді. Олардың сирек кездесулерінде Диана құрбысының отбасылық өмірі туралы әңгімелерін тыңдап, іштей наразылығын ұстауға тырысатын. Бірақ кейде ол сыртқа шығып кететін. «Мен сұралмаған кеңес бермеуге тырысамын, бірақ сенің күшің шексіз емес екенін айтқым келеді» деп бірде Диана айтқан еді. Бір күні өзіңе ерікті түрде артқан осы жүкті бұдан бұлай сүйреп жүре алмайтыныңды түсінетін сәт туады. «Жоқ, әрине», деп Әлия күлетін. «Мен ерекше ештеңе істеп жатқан жоқпын. Мен дайын тұрмыс кешіп жатырмын, түсінесің бе? Дәурен жақсы ақша табады. Мен тек үймен және балалармен тазалықпен айналысамын». Сегруп әңгімелеріне қарағанда, күйеуің сенің отбасылық өмірге қосқан үлесіңді аса жоғары бағаламайтын сияқты. Иә, сен өзің де бұл үлесті маңызды деп санамайсың. Мен сендердің оғаш қарым-қатынастарың туралы үндемей-ақ қояйын, онда да, сенің айтуыңша, оның тарапынан саған деген ерекше махаббат байқалмайды. Әлияның есіне құрбысымен болған осы әңгіме неліктен дәл қазір түсті. Ол осыдан 5 жыл бұрын болған еді, бірақ осы жылдар ішінде Дәуренмен қарым-қатынасы одан сайын нашарлап кеткен сияқты. Тек Әлия мұны байқағысы келмеді. Ол күйеуінің соңғы рет қашан махаббат туралы айтқанын есіне түсіре алмады. Ал жалпы сондай сөз болған ба еді?
Мүмкін, ол үйленгеннен кейін әуелден ақ жақсы көреді деп есептеген шығар, бірақ бұл шынымен солай ма? Дәл осы сәтте оның жады отбасылық өмірдегі Әлия өзін қорланған ренжіген күйде сезінген көптеген сәттерді алдына тартты. Ол осы сезімдердің екеуінде жанның ең терең түкпіріне тығып тастап, Дәуреннің тоқтаусыз тағуы мен сынына қарамастан, үйреншікті түрде оған жайлылық жасаумен болды. Жоқ, мен мүлдем жағымсыз естеліктерге беріліп кеттім. Әлия мазасыз ойларды басынан қуып, түскі ас дайындауға кірісті. Ол жасаған ием-ай. Дәурен көзін төбеге қарай көтерді. Сен осы көйлектен басқа ештеңе таппадың ба? Әлия ұялғаннан жерге кіріп кете жаздады. Ол күйеуі оның қалай киінгеніне назар аудармайды деп үміттенген еді. Ең болмаса балалар жақсы көрінеді деді Дәурен сәнді киінген ұлдары мен қызына көз тастап қуанып. Жарайды, жүруіміз керек. Сенің киім ауыстыруыңа уақыт жоқ деп мәлімдеді ол, өзінің жейдесін тазасына ауыстырып жатып. Татьяна әжесі ұлы мен немерелерін қуанышпен қарсы алды, келініне қысқа көз тастады. Бірақ әдеттегідей бетін тыржитқан жоқ. Бұдан Әлия жеңілдеп іштей тынышталды. Мереке өз арнасымен өтіп жатты. Үстел басында мерейтой иесінің құрметіне тостар айтылды. Енесі дән риза еді. Бір сәт үзіліс жасайық. Егер мен оқып отырған оқиға сіздің жүрегіңізге жетсе, оны жылы лебізіңізбен лайк басу арқылы білдіріңіз. Бұл менің еңбегімнің еш кетпегенін түсінудің ең жақсы жолы. Сіздердің жауаптарыңызды оқи отырып, мен сіздермен бірге саяхаттап жүргендей боламын. Және бұл біздің арамыздағы көрінбейтін жіп маған жаңа, бұдан да терең әңгімелерді жазуға күш береді. Қасымда болғандарыңыз үшін рахмет. Жалғастырамыз. Әлияға ешкім назар аудармады. Есесіне, олардың Дәурен екеуінің балалары үлкен қошеметке бөленіп, әжелерін қатты қуантты. Мадина пианинода қандайда бір шығарманы ойнап берді. Бауыржан өлең оқыды, ал Әлихан Татьяна әжесіне қатты ұнаған суретті салып сыйлады. Әлия мерекенің аяқталуын шыдамдылықпен күтті. Ол қатты дауыстардан, музыкадан және осы бір қарбаластан шаршап кетті. Ол ас үйден балконға шығып, 8-ші қабаттан қаланың көрінісіне тамсана, өрілген креслоға жайғасты. Осы уақытта ас үйге біреу кірді. Әлия күйеуінің енесінің және оның әпкесі Нина әжейдің дауысын естіді. Тәте, сіздікі дұрыс емес деді Дәурен басталған әңгімені жалғастырып. Иә, менің әйелім сұрықсыз, онымен дауласуға болмайды, бірақ ол жақсы үй шаруасындағы әйел. Мен 2 рет сұлу әйелдерге үйлендім, бірақ олармен бірге тұра алмадым. Сондықтан мына қортықпен сонша жыл бірге тұрып жатырсың ба? Деп Нина әжей күліп жіберді. Мадина мен Бауыржанның саған тартқаны жақсы болған. Ал Әлиханның жолы болмапты. Анасының кендері бүкіл сырт келбетін бұзған. Есесіне, ол ақылды бала деп әкесі жауап қайтарды. Және өмірде көп нәрсеге қол жеткізеді. Құдай соны жазсын деп енесі күрсінді. Сонымен қатар, балам, мен сенің өміріңді басқаша реттейтініңді армандаған едім. Сен бұл Әлияны жақсы көрмейсің ғой. Онымен не аяныштан, не басқа бір себептермен бірге тұрып жатырсың. Оған онымен ыңғайлы деп сөзге араласты әпкесі Нина. Әлия Дәуреннің барлық еркелігін орындайды. Сұлулығымен жарқырамаса да, ол үшін мінсіз әйел, оның үстіне ғылым кандидаты. Мама, ал бұл жерде сіздікі дұрыс деп күйеуі күтпеген жерден айтып қалды. Маған шынымен де әйеліммен ыңғайлы. Рас, ол кейде менің шектен тыс жыныма тиеді, тіпті кейде оған қарағым да келмейді, бірақ қалған жағынан өзіңіз білесіз. Ох, құлыным-ау деп енесі күрсінді. Бұл да отбасылық бақыт па? Ең жақсы жылдарыңды сүймейтін адаммен өткізіп жатырсың. Мама, мен әрқашан өз пайдама жарайтын тұстарды таба білемін деп Дәурен сенімді түрде мәлімдеді. Үштік ас үйден кеткенде, Әлия балконнан жуынатын бөлмеге байқатпай өтіп, суды ағызып қойды да, өзінің сезімдеріне, көз жасымен іштегі өксігіне ерік берді. Осылайша ол күйеуінің өзін ешқашан сүймегені туралы күдігінің анық дәлелін алды. Оның үстіне жұрт мұны сүйікті емес әйелмен бірге тұрып жатқан үшін аяйды екен. Әлия өзін мүлдем ойламастан, өмірінің 14 жылын Дәурен мен балаларының жолына құрбан қылды. Ал олардың айтқандарына қарағанда, бәрі рас.
Мұны ешкім де ешқашанда бағаламайды. Тіпті ең алдымен күйеуінің өзі бағаламайды. Сол сәтте Әлияның оны жазалағысы келіп кетті. Оның көңілін табу үшін барын жасап, ақыры мынадай күйге түскен үшін. Өз қалаулар мен армандарын мүлдем ұмытқан үшін. Өзін қорлауға және ренжітуге жол берген үшін жазалағысы келді. Бірақ қандай жаза қолдануға болады? Әлия ұялы телефонын алып Дианаға қоңырау шалды. Маған сенің көмегің керек. Ертең бәрін айтып бересің деп құрбысы қуанып кетті. Кездесуіміз өзгерген жоқ қой. Иә. Таңертең күйеуі жұмысқа, ал балалары мектепке кеткенде, босап қалған пәтерде құлаққа ұрған, танадай шыңылдаған тыныштық орнады. Әлия басын қолымен тіреп, үстел басында отырды. Бүгін оның тіпті жақсы көретін кәмпитімен шай ішкісі де келмеді. Терезеден жұмысқа асығып бара жатқан жүргіншілерге қарауға да титтей де ықыласы болмаған еді. Әлия өткен түні ұзақ уақыт көз іле алмай шықты. Күйеуі мен оның анасының кездейсоқ естіп қалған әңгімесі басынан еш шықпай қойды. Кеше ол оны қандай да бір жолмен жазалаудың амалын табуды армандаса, ал қазір бұдан ештеңе шықпайтынын түсінді. Ол не істесе де бұл күйеуіне еш әсер етпейді. Керісінше оның өзіне ғана қиын болатын сияқты. Ақымақ әрекет. Әлия ауыр күрсініп, орнынан тұрды да, үйреншікті әдетімен үстелді жинап, ыдыс-аяқты жууға кірісті. Содан кейін әр таңдағыдай бөлмелерді реттеп шықты. Ол жуынатын бөлмедегі шұңғылшаны жуып жатқанда, есіктің қоңырауы соғылды. Ой, Диана Круглова келіпті-ау. Әлия үй шаруасына қатты беріліп кеткені соншалық, құрбысын қонаққа шақырғанын ұмытып та кеткен екен. Сәлем, деп Диана қуана айқайлап Әлияны құшақтай кетті. Сені сондай қатты сағындым, құрбым-ау. Ас үй үстелінің басында екі түрлі әйел отырды. Бірі сәнді жазғы костюм киген, шебер макияж жасалған, жарқын әрі күтімді әйел де, екіншісі үй халатын киген, жүдеу, көзінің оты өшкен әйел. Әлия осы уақыт ішінде жылап үлгеріп, құрбысына кешегі кеш туралы, жалпы өз өмірі жайында, сондай күйеуінің жанын ауыртқысы келген ақымақ қалауы туралы бәрін айтып берді. Диана оны сөзін бөлмей, мұқият тыңдады. Білесің бе, жаным, Сегру тарихын менің көпжылдық психологиялық практикамда клиенттерінен естіген жүздеген оқиғалармен бірдей, деді ол. Ал сен оларға көмектесе алдың ба? Деп Әлия үмітке толы дауыспен сұрады. Кімге көмектестім, кімге жоқ, Диана қолын жайды. Бұл жерде бәрі әйелдің өзінің өзгерістерге қаншалықты дайын екеніне байланысты, ең бастысы, сен соңында не алғың келеді. Кеше мен күйеуімнің де мен күнделікті кешіп жүрген азаптың титтей де болса бір бөлігін сезінгенін қатты қаладым деп, Әлия көздері ашудан ұшқын атып айтып қалды. Бұл саған не береді? Білмеймін, мен мүлдем шатасып кеттім, бақытсыз әйелмін ғой. Иә, Сегруб әңгімеңе қарағанда, жұрттың, әсіресе еркектердің назарын аударатын сұлу әйел болу Сегруб күйеуің үшін ең үлкен жаза болар еді, деп Диана жымиып қорытындылады. Онда менің ешқандай мүмкіндігім жоқ, Әлия еңсесі түсіп кетті. Өзіме қарашы. Мен жас кезімде де сұлулықпен жарқырамағанмын, ал қазір тіпті сұрықсыз көрінемін. Жақсы жаңалық бар, құрбым, мұның бәрін түзетуге болады. Маған тағы шай құйып берші. Шайың өте дәмді екен. Иә, бұл дәуреннің жақсы көретін шайы. Әлия жымиып құрбысының кесесін алды. Мен күйеуіңнің өзіне ештеңеден бас тартпайтынын түсіндім. Тек сен ғана өзіңді қазіргі жағдайынан артық нәрсеге лайық емеспін деп есептейсің. Иә, Сегруб айтқаның дұрыс, деп келісті Әлия. Бірақ менің сырт келбетімді қалай түзетуге болады? Пластикалық ота жасату керек пе? Жоқ, бұл саған көмектеспейді, Диана күліп жіберді. Ол шайдан бір ұрттап, рахаттанғаннан бір сәтке көзін жұмды. Сыртқы келбет ішкі күйге байланысты. Міне, осымен жұмыс істеу керек. Әйелді не сұлу етеді? Шын жүректен шыққан күлкі, көздің жайнауы, сенімді жүріс, және ең бастысы өзіне деген махаббат. Ал егер сен өзіңді жақсы көрмесең, басқа біреу сені қалай жақсы көрмек? Сен іштей айналаңа. Мен махаббатқа лайық емеспін деген белгі беріп тұрсың. Менің қолымнан ештеңе келмейтіні анық, деді Әлия ақырын. Мен өзіме қалай сенімді бола аламын?
Өзімді қалай жақсы көремін? Және өзімді не үшін жақсы көруім керек? Күйеуімнің мені ренжітіп қорлауына жол бергенім үшін бе? Өзімді қандай да бір нәрсе үшін емес, жай ғана жақсы көруді үйренуге болады. Жай ғана сенің бұл дүниеде бар болғаның үшін. Менің қоржынымда бұған көмектесетін психологиялық практикалар жеткілікті. Саған дәл қазір керек нәрсе осы өзгерістер жолын бастауға деген нық бекімің. Иә, мен дайынмын деп Әлия сенімді түрде мәлімдеді. Онда мен сені өзімнің мен лайықпын атты жаңа әйелдер бағдарламасына қатысушы болуға шақыра аламын. Мен оны қала сыртындағы Амелия спа шипажайында өткіземін. Бір айдан кейін сенің толықтай өзгеретініңе кепілдік беремін. Диан, мен саған шақыртуым үшін ризамын. Әрине, бірақ ол шипажайдың бағалары өте қымбат, аспандап тұр деп естимін. Әлия шошығандай көздерін бақырайтты. Пәтерлеріне қарағанда жағдайларың жаман емес сияқты. Диана жымиды. Сен үшін мен шипажайдан жеңілдікпен бөліп төлеуді сұрап беруге дайынмын, ал өз еңбегім үшін ештеңе алмаймын. Дегенмен мен ешқашан бұлай істемейтін едім. Оның үстіне 10 әйелден тұратын тобым жиналып қойған. Сені тек менің құрбым болғаным үшін ғана шақырып отырмын. Бірақ білесің бе, мен қорқамын, Дәурен қарсы болатын шығар. Әлия ауыр күрсінді. Сен әлі одан сұраған да жоқсың, бірақ ең нашар нұсқа болатынына сенімдісің. Ал бұл қашан басталады? Балалар әлі оқып жатыр ғой. 3 маусымда. Сен қызыңның жазғы лагерге кететінін, ал ұлдарыңды әжелері алып кететінін айттың ғой, солайша бәрі сәтімен келіп тұр. Күйеуіңе жай ғана, Диана мені бір ай әйелдер ортасында демалуға шақырып жатыр деп айт. Мен біздің 14 жылдық некемізде ешқашан жалғыз демалып көрмеппін. Онда бұл тіпті пайдалы болады. Бірақ Дәурен менсіз қалай күн көреді? Оған кім тамақ пісіреді, киімін жуады, үйді жинайды? Тыңдашы, сен оны жазалағың келді, ал енді ол сенсіз бұл айда өмір сүре алмайды деп қорқып отырсың ба? Диана сыңғырлай күліп жіберді. Мен сені көндірмеймін, бірақ күйеуіммен сөйлесуді өзің үшін жасай алатын ең алғашқы қадамың деп есепте. Ал қанша ақша керек? Деп нақтылағысы келді Әлия. Диана соманы айтты. Мен ата-анамнан сұрап көрейін. Дәуреннен анық сұрай алмаймын, ал кейін баяу қайтарып берермін. Бірақ бәрібір күйеуімнен бір жола сұранып алуым керек болады. Жарайды, жаным, бұл мәселені шеш. Мен сенен тезірек оң жауап күтемін. Диана құрбысын құшақтап дәлізге қарай беттеді. Ол кеткеннен кейін Әлия бойын билеген мазасыздықты ұзақ уақыт бойы баса алмады. Ол не ойлап тапты өзі? Оған өз өмірі несімен ұнамайды. Енді күйеуі сүймесе не болыпты? Бір сәтке кідірейік, достар. Өтінемін, жоғары қарай бағытталған бас бармақ белгісін лайк қойып кетіңіздер. Сәл ғана уақытыңыз кетеді, ал мен үшін бұл сіздер үшін босқа еңбек етіп жатпағанымыздың белгісі. Және пікірге қай қаладан немесе қай елден екеніңізді жаза кетіңіз. Қазір менің даусымның қай жерде естіліп жатқанын білу мен үшін өте маңызды. Пікірдегі әрбір сөздеріңіз үшін шын жүректен алғыс айтамын. Бұл мен үшін шынымен де баға жетпес сый. Жалғастырамыз. Қаншама әйелдер тура осындай өмір кешіп, еш мұңаймай, мұндай отбасылық өмірден өз пайдаларын тауып отыр емес пе? Ал Әлияның, мысалы, 3 бірдей тамаша баласы бар. Пәтерлері де шынымен өте жақсы. Сатып алуға ата-аналары көмектескенімен, Дәурен де аз үлес қосқан жоқ, қымбат жөндеу жұмыстар мен жиһаздардан ақшасын аямады. Ол шынында сараң емес, тек сәл үнемшіл. Ой, бүгін отбасылық шығындардың бір айлық есебі ғой деп Әлия есіне түсірді. Айдың соңғы жұмасында ол күйеуіне шығындар туралы жазбаларын көрсетеді, содан кейін олар келесі айдың бюджетін бірге жоспарлайды. Әлия әр кеш сайын азық-түлік пен шаруашылыққа қажетті басқа да заттарды сатып алуға күніне қанша жұмсағанын жазып отырады. Және онда жеке шығындар дегенде тармақ бар. Оларға Дәурен ай сайын белгілі бір сома бөледі. Әлия әрқашан дәл осы жеке шығындардан ақша үнемдей алатын. Бірақ ол бұл ақшаны өзіне қалдырып сіздік жазғы демалысқа арналған жинақтарға қосатын. Күйеуіне дайын есепті көрсету үшін бір айлық жалпы шығындарды есептеп шығу керек.
Бұл Әлияны аса қинай қоймайтын. Ол сандармен сенімді жұмыс істейтін, қалай дегенмен де математик қой. Дәурен бұрын есепші болған, қазір фирма директорының экономикалық даму жөніндегі орынбасары болып жұмыс істейтін және қаржы мәселесінде мінсіз тәртіпті жақсы көретін. Әлия бір айлық отбасылық шығындарды тез арада есептеп, түскі ас дайындауға кірісті. Бірақ оның ойы бәрібір Дианамен болған әңгімеге. Оның шипажайдағы әйелдер психологиялық тобында бір ай өткізу туралы ұсынысына орала берді. Мұны күйеуіне қалай айтуға болады және ол бұған қалай қарайды екен. Дәурен үйге көтеріңкі көңіл күймен келді. Ол душқа түсіп үй костюмін киді де үстел дайын тұрған ас үйге өтті. Балалар тамақтанып үлгеріп, өз шаруаларымен айналысып жатқан еді. Әлия күрішпен бірге бұқтырылған албырт балығы мен көкөніс рагуын ұсынды. Күйеуінің тамақты тәбетпен жеп отырғанын іштей байқады. Ол кешкі асын ішіп болған соң, Әлия шығындар жазылған дәптерді әкелді. Ол көз жүгіртіп шығып, әйелінің ақша үнемдей алғанын көріп, ризашылықпен бас изеді. Жақсы, мен келесі айдағы шығындар үшін Сегвеб картаңа дәл осындай сома аударамын, деді күйеуі. Балалар үйде болмайды, сондықтан үнемдеу әлдеқайда қомақты болады деп болжауға болады. Бұл ақшаны біз тамыз айында бүкіл отбасымызбен теңізге баратын кездегі шығындарға қоса аламыз. Дәурен, білесің бе? Деп Әлия суық суға қадам басқандай жасқана бастады. Мені бұнда бір құрбым маусым айынан бастап тек әйелдер арасында демалуға шақырған еді. Қандай құрбы? Күйеуі елең ете қалды. Сенің құрбыларың бар екенін білмеппін. Диана Круглова. Мектеп кезінен таныспыз. Ол ата-анасына жазға келген еді, енді әйелдер бағдарламасын өткізбекші. Феминист бе немене? Күйеуі қасын көтерді. Жоқ, ол психолог сияқты, өзінің тұрмысқа шыққанына 20 жылдан асқан. Мен Сегвеб сондай шараға қатысуым керек пе, жоқ па, соны шешпес бұрын онымен танысқым келеді. Әлия сезіндірмей терең тыныс алды. Қалай дегенмен де күйеуінің көңіл күйі жақсы еді. Дианамен танысу оның әйелін демалысқа жіберуге келісім беруіне көбірек септігін тигізетін сияқты. Әлия бірден құрбысына қоңырау шалды. Оның ата-анасы жақын маңда тұратындықтан Диана Дәурен оң ниет танытып тұрғанда дәл қазір келуге дайын екенін мәлімдеді. Ол балаларға базарлық, қаланың сәнді кондитерлік дүкенінен торт және жұма күні кешке үй иесі де ішуге қарсы болмайтын жағымды сусын ала келді. Дәурен үй костюмін джинсы мен сәнді футболкаға ауыстырды. Әлия жаңа үй көйлегін киюді жөн көрді. Диана құрбысының күйеуіне бірден жақсы әсер қалдырды. Ол дереу қонақжай үй иесінің рөліне еніп, бокалдарға сусын құйып жатып, тіпті қалжыңдауға тырысты. Өзара сыпайылық танытқаннан кейін Диана негізгі мәселеге көшуді ұйғарды. Дәурен, өзің білетін шығарсың, мен Әлияға жаздың алғашқы айын Амелия спа шипажайында өткізуді ұсындым. Иә, жұбайым өзің өткізгелі жатқан қандай да бір әйелдер бағдарламасына қатысқысы келетінін айтқан. Бірақ оның қай жерде өтетінін жасырып қалыпты. Бұл сіздердің отбасыларыңыз үшін өте қымбат қой. Солай емес пе? Деп Диана тікелей сұрады. Жоқ, деді Дәурен арқасын тіктеп, үзілді кесілді. Ақша біз үшін мәселе емес. Онда тамаша, Диана қуанып кетті. Ол керек соманы ешқандай жеңілдіксіз атады. Әлияның жүрегі тоқтап қалғандай болды, бірақ ол үндемеді, ал Дәурен кірпікте қақпастан ақшаны Диананың картасына аудара салды. Құрбысы дереу бұл демалыстың Әлия үшін қаншалықты пайдалы болатынын және мұның соңында бүкіл отбасына қалай жақсы әсер ететінін айта бастады. Дәурен оны таңырқаған көзқараспен көзін алмай тыңдап, бокалынан ұрттап отырды. Менің де солай демалғым келіп кетті, ол мысқылдап күлді. Мен ерлер бағдарламасын жүргізбеймін, бірақ саған өз әріптесімді ұсына аламын, Диана тартымды жымиды. Тек Әлия бұлайда сенің олсыз қалай күн көретініңе алаңдап отыр. Мен тұрмыстық мүгедек емеспін ғой, Дәурен мақтанышпен мәлімдеді. Әрине, тамақ пісіруге де, тазалыққа да үлгеремін, оның үстіне балалар үйде болмайды, ал маған жалғыз өзіме көп нәрсе керек емес. Диана қайтуға жиналғанда, Әлия оны шығарып салуға ниет білдірді. Дәурен қарсы болған жоқ, балаларға ұйықтайтын уақыт болғанын айту үшін олардың бөлмесіне беттеді. Оның келіскеніне сене алар емеспін.
деп Әлия баспалдақпен төмен түсіп бара жатып айқайлап жіберді. Себебі күйеуім менің алдымда мақтанғысы келді, соның ішінде өзінің мәрттігін көрсетуге тырысты. Ал бұл бізге тек пайдалы. Мен саған жеңілдік жасауға уәде бердім, сондықтан себебі күйеуім маған аударған ақшаның бір бөлігін өзіңе қайтарып беремін. Бағдарламаның соңында жаңа киімдерге жұмсайсың. Саған сондай ризамын. Әлия құрбысын қатты құшақтады. Әлия үйге оралғанда балалар жуынып тістерін тазалап үлгерген екен. Ол қызының бөлмесіне бас сұқты, Мадина журнал парақтап жатыр екен. Әлия оның төбесінен сүйіп қайырлы түн тіледі. Ұлдардың бөлмесінен күйеуінің дауысы естілді. Ол Бауыржанның өтініші бойынша оларға ұйықтар алдында ертегі оқып беріп жатқан сияқты. Әлия ас үйді жинап, душқа түсті, бірақ жүрегі тынышталмады. Күйеуі оның демалысына отбасының 2 айлық бюджетін жұмсауды ұйғарды. Мұндай нәрсе оның басына мүлдем сыймай қойды. Егер ол осындай сезімге берілгеніне өкініп қалса ше? Ал егер кейін мін қылса ше? Маған себеп құрбың ұнады деді. Дәурен төсекке ыңғайланып жайғасып, телефондағы жаңалықтар таспасын оқуға дайындалып. Қуаныштымын. Менің демалысымды төлеп бергенің үшін саған ризамын деді Әлия қысылып. Біз мұны шынымен көтере аламыз ба? Әрине, деп күйеуі сәл кейістікпен жауап берді. Мен өз ақшамды есептей білемін, және өз мүмкіндіктерімді жақсы түсінемін. Мен саған айтуды ұмытып кетіппін, Мадинаның лагерге кетер алдында киімдерін жаңарту керек. Ұлдарға да жазғы киімдер қажет. Мен себеп картаңа ақша аударып қойдым. Келесі айда отбасылық сатып алулармен айналыспайтындықтан оны балалардың жаңа киімдеріне жұмсай аласың. Егер жетпей жатса, тағы қосамын. Әлия әңгімені бұдан әрі жалғастырудың қажеті жоқ екенін түсінді. Шипажайға аттанар алдындағы қалған күндер қарбаласпен өтті, балалардың да оқу жылы аяқталды. Осы оқиғаның құрметіне олар бүкіл отбасымен киноға барып, аттракциондары бар орталық саябаққа барды. Содан кейін дәмханада бірге түскі ас ішті. Тағы бір күнді сауда орталықтарында балаларға жазғы киім мен аяқ киім сатып алумен өткізуге тура келді. Мадинаны жазғы лагерге шығарып салған соң, Бауыржанды енесінің үйіне, ал Әлиханды Әлияның ата-анасына апарып тастады. Ол бәрібір пәтерде үлкен тазалық жұмыстарын жүргізіп, балалар бөлмесіндегі шкафтарды реттеп, ұлдарының өсіп кеткен киімдерін жинады. Жақсы сақталған киімдер салынған сөмкені кішкентай балалары бар таныстарына берді де, қалғанын қоқысқа тастады. Әлия жолға дайындалып, өз заттарын жинап жатқанда есіктің қоңырауы соғылды. Дәурен жұмыста еді. Өзі ешкімді күтпегендіктен табалдырықта өз анасын көріп қатты таңғалды. Әлиханға бірдеңе болды ма? Деп ол шошып сұрады. Сіздер саяжайда болуларыңыз керек ғой. Жоқ, бәрі дұрыс. Анасы қонақ бөлмеге нық қадаммен кіріп диванға отырды. Біз жақын маңдағы супермаркетке азық-түлік алуға келгенбіз. Әлихан әкеңмен бірге қазір дәмханада отыр, ал мен саған бас сұғуды жөн көрдім. Шай ішесіз бе? Әлия аң-таң болып тұрды, өйткені бір күн бұрын Әлиханды апарғанда ғана көріскен анасының не үшін келгенін мүлдем түсінбеді. Бірақ менің кофені ұнататынымды білесің ғой деп қонақ кейістікпен ескертті. Иә, әрине, қазір демдеймін. Әлия кофе салынған банканың қайда тұруы мүмкін екенін есіне түсіруге тырысып ас үйге асықты. Дәурен шайды ұнататын. Әлия кофені ішпей кеткелі қашан, бұрын дәл осы сусынды жақсы көретін болса да. Бірақ қонақтар үшін кейде табиғи тартылған кофе сатып алатын. Бақытқа орай оны ұзақ іздеудің қажеті болмады. Кофе қайнап жатқанда анасы ас үйге ауысып үстелге жайғасты. Сен немеремді әкелгенде менің сөйлесуге мүмкіндігім болмады деп бастады ол. Бірақ себеп үйден бір айға жалғыз кеткелі жатқаның туралы жаңалық мені қатты таңғалдырды. Өзің не ойлап жүрсің жалпы? Мама, мені қазір не үшін айыптап тұрғаныңды түсінбеймін, Әлия таңғалды. Мен бұл сапарды Дәуренмен келістім. Ол менің демалысымды ешқандай сөзсіз төлеп берді. Мен 14 жыл бойы жалғыз демалмаппын. Менің бұған мүлдем құқығым бар. Әрине, құқығың бар деді анасы мысқылды үнмен.
Бірақ сен неліктен өзіңнің үйде болмауыңның зардаптары туралы ойлағың келмейді? Бұл сөзіңізбен не айтқыңыз келеді? Әлия оттан турканы алып үлгеріп, анасы мен өзінің кішкентай кеселеріне кофе құйды. Өзіңнің түсінбейтінің өкінішті. Саған түсіндіруге тура келеді. Сен өзіңнің сымбатты күйеуіңді тұтас бір айға жалғыз қалдырып барасың. Мұндай мүмкіндікті қалай пайдаланбасқа? Бос пәтер. Әйелі де, балалары да жоқ. Не істегің келсе, соны істе, кімді әкелгің келсе, соны әкел. Мама, сіз не оттап тұрсыз? Әлия ашуланып кетті. Дәурен өмірінде өзіне мұндай нәрсеге жол бермейді. Сенде мұндай сенімділік қайдан жүр? Сен ғой мұндай жағдайды өміріңде алғаш рет жасап отырсың. Жақсылап ойлан, бір жаққа ұзақ мерзімге кетудің керегі бар ма? Анасы кеткеннен кейін Әлия шынымен де ойланып қалды. Ол өзі шипажайда болған кезде Дәуреннің бос уақытын қалай өткізетінін мүлдем ескермеген екен. Сонда бұл қалай болғаны? Ол күйеуіне жазалағысы келіп еді, ал соңында өзін-өзі жазалайтын болып шықты. Ол психологиялық бағдарлама туралы бұл авантюраға несіне келісті екен? Мен шипажайға бармайтын болдым деп жазды Әлия Дианаға жолдаған хабарламасында. Егер сенің үмітіңді ақтамасам, кешір. Дірілдеген қолымен ол жіберу көрсеткішін басты. Оның құрбысымен сөйлескісі келмеген еді, бірақ бірнеше секундтан кейін ол өзі қоңырау шалды. Бірдеңе болды ма? Деп Диана мазасызданған дауыспен сұрады. Әлия анасының келіп кеткені және оған не айтқаны туралы бәрін баяндап берді. О, Құдай-ай, өз құлағыма өзім сене алар емеспін, құрбысы күліп жіберді. Егер Сегрөп күйеуін көңілдес тапқысы келсе, оны баяғыдағы істер еді. Бұл үшін дәл сіздердің пәтерлеріңіз керек емес. Оның, менің байқауымша, сенің хабарың да жоқ, қомақты қаражаты жеткілікті. Көңілдестер негізінде бөліп тұрғын үй жалдайды. Сонда сен оның қазірдің өзінде біреуі бар деп ойлайсың ба? Әлия шошып сұрады. Меніңше жоқ, деп Диана сенімді түрде мәлімдеді. Сегрөп күйеуің тым кірпияз, және ол тәртіпті тым қатты жақсы көреді. Мұндай қарым-қатынастар оған анық тән емес. Қалай болғанда да қазір. Иә, солай ғой, деп келісті Әлия. Жұмыстан кейін ол бірден үйге келеді, және демалыс күндерін балалармен өткізеді. Қаласа жұмыс уақытында да біреумен кездесуге болады. Сонда да оның көңілдесі бар деп ойлайсың ба? Деп Әлия қайтадан мазасыздана бастады. Әзірге менің байқауымша жоқ. Бірақ ерте ме, кеш пе, ол Сегрөп мына бір сарынды отбасылық өмірлеріңнен шаршайды. Міне, содан кейін бәрі де мүмкін. Жаратқан-ау, мен не істеймін? Шорт кескендей шипажайға жинал, деді Диана. Жолға ертең шығамыз. Таңертең өзім соғып, сені алып кетемін. Шипажайдағы алғашқы апта бір сәтте зымырап өте шықты. Әр күн нақты кесте бойынша жоспарланған еді. Медитациялар, психологиялық практикалар, дене жаттығулары, массаждың бірнеше түрі, су процедуралары, соның ішінде минералды су бар, ванна, пайдалы тамақтану әдеттерін енгізу және кешке міндетті түрде әйелдер ортасы ұйымдастырылатын. Онда бағдарламаға қатысушылар өздерінің ішкі түйсінулері мен проблемаларының немесе қазіргі күйлерінің себептерін кенеттен ашқан жаңалықтармен бөлісетін. Жексенбі көңіл қалауынша өткізуге болатын бос күн еді. Әлия бейне байланысы арқылы қоңырау шалды. Қызыл лагердегі күндерінен алған әсерлерін таңдана жарысы айтып берді. Күйеуі ұлдарымен бірге аквапаркте қалай демалғандары туралы фотосуреттер жіберді. Ал анасынан Алекке, Әлиханға альбом мен бояулар алу керек деген сылтаумен үйлеріне кездейсоқ бас соғып шықтым деген хабарлама келді. Ол шынымен де пәтерге бөтен адамдардың келіп кеткен ісі бар жоғын тексеріп қайтқан екен. Иә, қызым, көңілің тыныш болсын, ешқандай күдікті нәрсе таппадым, деп жазыпты анасы сөзінің соңында. Әлия бұл хабарламаны оқып, жай ғана жымиды. Ол қазір жиі күлімсірейтін болған. Бұл курстың тапсырмаларының бірі еді. Таңертең айнаға қарап өзіңе күлімсіреу, содан кейін күн бойы осы күйді сақтау. Таңқаларлығы, басында Әлияның бұл әрекеті мүлдем өнбеді. Оған еріксіз езу тартуға тура келетін, бірақ күн өткен сайын бұл оңайрақ бола бастады.
Өзіне қалай қарағанын, басқалардың өзіне солай қарауына қалай жол бергенін түсінгенде талай рет көз жасында төкті. Мұның бәрінің себептерін тауып, Диананың қоржындағы көптеген практикалардың көмегімен оларды жоюдың сәті түсті. Күйеуіне, ата-анасына, енесіне және кезінде жанын ауыртқан басқа да адамдарға деген өкпе ренішпен жұмыс істеу бәрінен де қиынға соқты. Кешірім жасау, соның ішінде өзін-өзі кешіру практикалары жеңілдік әкелді. Екінші аптадан бастап хореографпен жұмыс қосылып, Әлия вальс билеуді үйренді. Дене жаттығуларынан ол пилатес пен тренажерларды таңдады. Сондай-ақ табиғаттың сұлулығына тамсана отырып, айналаны жаяу көп қыдыратын болды. Шипажай өте көрікті, зәулім жерде сәтті орналасқан еді. Соңғы аптада визажист және стилистпен сабақтар өтті. Әлия сұлулық сырларының қыр-сырын білді. Болар-болмас қана жасалған шебер макияж күтпеген жерден ғажайып әсер берді, ал тиісті күтім көрген шаштарын ол енді түрлі сәнді шаш үлгілеріне келтіре алатын күйге жетті. Стилист таңдап берген Әлияның бұрынғы киімдерінен 2 өлшемге кіші болып шыққан жаңа киімдерді ол Диананың уәде етілген өтемақы ретінде қайтарған ақшасына сатып алды. Нәтижесінде Әлияға айнадағы өз бейнесі қатты ұнады. Өзіңді мақтауды ешқашан тоқтатпа деп құрбысы оған ақыл айтты. Бұл өзіне деген бағаны көтеру мен сенімділікті арттырудың қарапайым, бірақ өте маңызды ережесі еді. Әсіресе өзің үшін жеке жасаған істерің үшін өзіңді мақта. Өзгерістерді көріп тұрсың ғой. Сондықтан бұл нәтижені бекіту үшін тоқтап қалма. Әлия шынымен де шипажайға келген алғашқы күнімен салыстырғанда өзін мүлдем басқаша сезінді. Әңгіменің қорытынды бөліміне өтпес бұрын 1 минут назар аударыңыздар. Егер бұл әңгіме жүрегіңізден орын тапса, міндетті түрде лайк басып, арнамызға жазылыңыз. Қымбаттыларым, маған сіздердің жүректеріңізге қандай оқиғалардың көбірек әсер ететінін білу өте маңызды. Пікірге қай тақырыптар немесе өмірлік бағыттар сіздерге жақын екенін жаза кетіңіздерші. Келесі жолы не туралы тыңдағыларыңыз келеді? Күрделі отбасылық қарым-қатынастар, әйел тағдыры, адалдық әлде өміріміздегі шынайы ғажайыптар туралы ма? Өз қалауларыңызды жазыңыздар, ал мен жаңа әңгімелер таңдағанда сіздердің тілектеріңізді міндетті түрде ескеремін. Жалғастырамыз. Оның мүсіні айтарлықтай тартылып, белі нақ біліне бастады, арқасы тіктеліп, иығы жазылды. Мен бұдан былай үй шаруасындағы әйел болғым келмейтінін түсіндім деп мойындады Әлия шипажайдағы соңғы күні құрбысына. Мен оқытушылық қызметіме қайта орала аламын. Балалар өсті, енді маған бұрынғыдай қатты мұқтаж емес. Күтпеген жаңалық, бірақ маған ұнап тұр деді Диана. Ал күйеуіңді жазалау туралы не айтасың? Әлі де оның жанын ауыртқың келе ме? Кешірім практикасынан кейін бұл қалауым жоқ болды деп Әлия жымиды. Мойындаймын, бағдарламаның 2-ші аптасында үйге барып, ажырасуға арыз беремін деп ойлағанмын. Ал қазір бәріне қарамастан Дәуренді бәрібір жақсы көретінімді және онымен бірге өмір сүргім келетінін түсіндім. Тек ол мендегі бұл өзгерістерді қалай қабылдар екен? Өйткені мен өзімді мүлдем басқа адам сезініп тұрмын. Охо, оны жақында білетін боласың деп Диана құрбысына көзін қысты. Әлия пәтердің есігін өз кілтімен ашты. Ол балалардың да Дәуреннің де үйде екенін білетін. Мадина лагерден оралған еді. Күйеуі Әлиханды ата-анасының саяжайынан, ал Бауыржанды енесінің үйінен алып келген болатын. Жексенбінің талтысы еді. Дәурен түскі ас дайындады ма екен, қызық. Ол кіреберіс есіктің тарс еткен дыбысын естіді. Үйдің барлық мүшелері дәлізге шығып, жаңа көйлек киген, шашы сәнді үлгіде жиналған, күлімсіреп тұрған Әлияны көріп, аң-таң болып тұрып қалды. Мама, сен қандай сұлусың деп бірінші болып Мадина таңданысын білдіріп құшақтай кетті. Оның соңынан Әлияға қарай ұлдары тұра ұмтылды. Ол бәрін сүйіп құшақтап бауырына басты. Дәурен өз көзіне өзі сенбей, орнынан қозғала алмай тұрды. Әйелінің сырт келбетіндегі өзгерістер тым таңғаларлық еді. Менің жол сөмкем лифт жанында қалып қойып еді деп Әлия күйеуіне бұрылды. Соны алып келе аласың ба? Иә, әрине деп Дәурен автоматты түрде жауап беріп есіктен шығып кетті.
Мама, сен сондай өзгеріп кетіпсің деп қызы таңданысын жасырмады. Мына көйлекте, шаш үлгісі де саған өте жарасып тұр. Рахмет, жаным. Сен де керемет көрінесің. Осы бір айда бәрің өсіп күнге күйіп жақсы демалдыңыздар ма? Деп Әлия балаларынан сұрады. Иә. Деп олар бір ауыздан жауап берді. Осы сәтте Дәурен әйелінің жол сөмкесін көтеріп кірді. Мына жүгін біршама ауыр екен деп ескертті ол. Өзің қалай көтеріп жүрдің? Ешқандай да көтергенім жоқ, Әлия жымиды. Әрқашан көмектесетін адамдар табылады. Әкімші, такси жүргізушісі, күзетші. Міне, енді саған да маған көмектесуге тура келді. Қонақ бөлмеге апаршы. Мен бәріне кәдесыйлар мен сыйлықтар әкелдім. Дәурен сөмкені жайлы диванға жайғасқан әйелінің аяқ жағына мойынсұна қойды. Сендерді сондай қатты сағындым деп Әлия өзін қоршаған балаларын тағы да құшақтап жүгін аша бастады. Барлық балалар сыйлықтарын алғаннан кейін ол күйеуіне әдемі оралған қорапты ұсынды. Бұл жағымды жұпары бар парфюм. Саған ұнайды деп ойлаймын. Рахмет деп Дәурен таңырқаған жанарына елінен алмай, механикалық түрде тіл қатты. Түскі асқа бірдеңе дайындадың ба, әлде маған бірден ас үйге кірісу керек пе? Деп сұрады Әлия. Мама, пиццаға тапсырыс берейікші деп ұсынды Мадина анасы сыйлаған балалар косметикасының жиынтығын қарап жатып. Бұл ұсынысты ағалары да бірден қолдай кетті. Мен сорпа пісіргенмін деді, Дәурен әйелінің өзгерген бейнесінен алған шокты сәл де болса басып үлгергендей. Бірақ пиццаға да тапсырыс бере аламын. Ол телефонын қолына алды. Керемет, ал мен оған дейін киімімді ауыстырып алайын. Әлия жатын бөлмеге беттеді. Түскі астан кейін ол балалардан үстелді жинауға және ыдыс-аяқты жууға көмектесуін өтінді. Содан кейін Мадина үстел ойынын ойнауды ұсынды. Пәтерде бірнеше сағат бойы ушу, күлкі мен көңілді сәттер орнады. Тіпті Дәурен де ойынға қатысты, ал бұрын ол мұндай ермектерден қашатын еді. Ал маған кешкі ас дайындауға кім көмектеседі? Деп сұрады Әлия. Барлық балалар қуана-қуана дайын екендіктерін білдірді. Дәурен тоңазытқыштағы азық-түлік қорын айтып, содан кейін жетіспейтін заттарды сатып алу үшін дүкенге баруға ниет білдірді. Оған ұлдары да қосылып, десертті өздері таңдағысы келетінін айтты. Мадина картоп тазалауға кірісті. Әлия табаға маринатталған етті салды. Мам, сен сондай өзгеріп кетіпсің деп қызы тағы да байқап қалды. Ал саған мендегі бұл өзгерістер қалай әсер етті? Деп Әлия абайлап сұрады. Керемет. Деп Мадина шын жүректен жауап берді. Бұрынғы қалпыңа қайта келгеніңді қаламаймын. Білесің бе, мен де. Кешкі астан кейін балалар ас үйді ретке келтіруге тағы да көмектесіп, содан кейін Әлиямен бірге ауладағы тренажерлары бар балалар алаңына серуендеуге шықты. Әлияның жүктемеге үйреніп қалған бұлшық еттерін шынықтырғысы келді. Дәурен келесі күн жаңа жұмыс аптасы басталатындықтан үйде қалып демалғысы келетінін айтты. Олар оралғанда ол ұйықтап қалған екен. Таңертең Әлия күйеуін ас үйде жаңа үй костюммен қарсы алды. Ол күлімсіреп оған қайырлы таң тіледі. Кеше таңғы асқа не қалайтыныңды айтпап едің, сондықтан өз қиялыммен дайындадым. Әлия жайылған үстелді нұсқады. Рахмет деп Дәурен әйелін басынан аяғына дейін мұқият шолып шығып, ойланып жауап берді. Әлия жаңа демделген кофені ішіп күйеуінің қарсысында отырды. Бұрын ол күйеуі таңғы ас ішіп жатқанда ешқашан отырмайтын. Оның көзінше кофе ішпегелі қашан, өйткені Дәурен бұл сусынды зиян деп есептеп ұнатпайтын еді. Ой, мен орамал тағуды ұмытып кетіппін деп Әлия орнынан тұруға ыңғайланып, мүлдем сабырлы кейіппен байқады. Керек емес деп күйеуі оны күтпеген жерден тоқтатты. Маған сегреп, жаңа шаш үлгің ұнайды. Шашың жақсы жиналған. Оның бірде-бірі түспейтініне сенімдімін. Әлия жымиып тағы бір ұрттам жасады. Білесің бе, сен мені қатты таңғалдырдың. Сен қатты өзгеріпсің. Қазір мүлдем басқа әйел сияқтысың. Дәурен сөздерін асықпай таңдап баяу сөйледі. Ал саған бұл өзгерістер қалай? Әлия сабырлы үнмен ішкі қобалжуын жасыруға тырысты. Меніңше, маған бұған үйрену керек.
күйеуі жұмысқа кеткенде Әлия Дианадан хабарлама алды. Дәурен өзін қалай сезініп жатыр? Ол шокта деп жауап берді Әлия, және құрбысынан бірнеше күлкілі смайликтер алды. Тал түске таман қонаққа бас сұққан Әлияның ата-анасы да таңғалыстарын жасыра алмады. Мынау сұлу қыз кім өзі? Деп әкесі күліп жіберді. Біздің қызымызды қайда жібердің? Бір айдың ішінде қалайша бұлай құбыл алдың? Деп анасы Әлияға тамсана қарады. Бетіңе не істедің? Жасарғансың, әрі сергек көрінесің, мүсінің де тартылыпты. Бетке жасалған шебер массаж, пилатес, тренажерлар, психологиялық практикалар мен медитациялар. Енді мен аузыма не салатыныма мұқият қараймын деп Әлия көңілді есеп берді. Ал Дәурен не деді? Саған оның қай биінен көбірек ұнайды екен? Ол үйренуің керек деді. Әлия иығын қиқаңдатты. Кешке күйеуі еңбек демалысын 2 аптаға ерте алатынын хабарлады. Осылайша олар тамызды күтпестен бірден теңіз жағалауына бара алатын болды. Мен өткен жазда демалған кенттен 2 аптаға 3 бөлмелі үй жалдадым. Алақай, деп балалар қуаныштан айқайлап заттарын жинау үшін бірден өз бөлмелеріне жүгірді. Саған, бәлкім, гардеробыңды жаңарту керек шығар деп Дәурен әйеліне бұрылды. Мен Сегреп картаңа ақша аударамын. Бұл жолы өзіңе қажеттінің бәрін сатып ал. Рахмет, Әлия жымиды. Бұл өте дер кезінде болды. Сапарға дейінгі қалған күндерде Әлия күйеуі бөлген барлық ақшаға жаңа киімдер сатып алды, ал бұл сома оның әдетте маусымдық сатып алуларға беретін ақшасынан әлдеқайда көп болып шықты. Әлия бұл жолы үнемдеген жоқ. Балалармен бірге ол әр кеш сайын тренажерларда жаттығып, тамақтануын қадағалауды жалғастырды, және өткен 2 аптада одан сайын сымбатты бола түскенін байқады. Ол Диана үйреткендей өзін мақтап күлімсіреуді ұмытпай, айнадағы бейнесіне сүйіспеншілікпен қарайтын. Әлия балалармен және Дәуренмен бірге жағалаудағы жалдамалы үйге орналасқан бойда заттарын тастай сала бірден жағажайға беттеді. Күн батуға жақындап қалған мына кешкі уақытта халық көп емес еді. Жұмсақ толқындар жағаға ұрып жатты. Әлия туникасын шешіп жаңа купальнигімен қалды. Суға жақын жерде карта ойнап отырған бірнеше еркек бұйрық берілгендей бастарын бірден оның бағытына бұрды. Біреуі таңдай қақса, екіншісі дауыстап тамсанып жатты. Ал Дәурен ашуланып қабағын түйді де, бұл оның әйелі екенін бүкіл болмысымен сездіргісі келгендей бірден оның соңынан жүрді. Еркектер ойындарын жалғастырды. Бірдеңе дұрыс емес пе? Деп сұрады Әлия, Дәурен судың ішінде оның қасына келгенде. Сен мына купальникпен тым ашық көрінесің деді ол ашуланып. Бөтен еркектердің назарын аударып тұрсың. Иә, сен қызғанып тұрсың. Әлия күліп жіберді. Бұл сезім бұрын саған таңсық еді ғой. Дәурен сасып қалды. Ол бұрылып балаларға қол бұлғады да, жүзіндегі күлкіні тыя алмай, бүйректерге қарай жүзіп кетті. Әлия болып жатқан оқиғалардың шынайылығына сене алар емес. Бұрын ол күйеуіне мұндай сөз айтуға ешқашан батпас еді. Және бұрын оған еркектер де назар аудармайтын. Өзіңді сұлу сезіну қандай жағымды. Әлия жағада жайылған төсеніште отырған Дәуренді бақылай отырып суға тоя жүзді. Ол судан шыға бастағанда күйеуі жақындап қолын созды, содан кейін иығына сүлгі жапты. Күйеуі тарапынан мұндай назарды Әлия мүлдем есіне түсіре алмады. Қалыпты жағдай. Ал еркектер тобы Дәуренге тек құптай қарады. Дұрыс жасадың, өз әйеліңді бақылап жүру керек дегендей ишарат танытты. Жағажайдан үйге бара жатқан жолда балалар қатты қарындары ашқанын айтты, ал отбасы басшысы кешкі асты жағалаудағы мейрамханада ішетіндеріне сендірді. Әлия сәнді көйлегін киіп, көзімен ернін бояп, бетіне жеңіл еңлік жақты, шашын толқынды етіп жайып жіберді. Балалар анасына комплименттер жаудырды, ал Дәурен таңданысын әрең жасырды. Әлия оның қасында қандай мақтанышпен қадам басып келе жатқанын байқады. Ол іштей күлімсіреп, күйеуіне осындай жаңарған әйелге үйрену үшін қанша уақыт керек болатынын ойлады. Отбасы теңіз көрінісі бар үстелге жайғасты. Жағымды әрі жылы жел есіп, Әлияның шашын сәл қозғап тұрды. Ол қолының жеңіл қозғалысымен шашын түзетіп, күйеуінің таңданысқа толы жанарын тағы да қағып алды.
Тек оның мейрамханадағы басқа адамдардың да назарын аударғаны белгілі болды. Музыкалық сыйлықты әне бір үстелдегі ер адам сізге беруді өтінді деп даяшы қыз хабарлады, және үстелге көпіршікті сусын құйылған шөлмекті қойды. Сымбатты келген ер адам оларға қол бұлғап, әуе сүйісін жолдады. Әлия сыйлық берушіге әдептілікпен бас изеп, содан кейін күлімсіреп, саусақтарымен бетін жанап өтті. Күйеуінің көңіл күйі мүлдем бұзылды. Даяшы арқылы шөлмек беріп жіберген ер адам жақындап келіп, Дәуренге иіліп: «Ханымыңызды биге шақырсам бола ма?» деп сұрады. «Менің ханымым бұрыннан шақырылып қойған», деп Дәурен батыл мәлімдеді. Орнынан тұрып, Әлияға қолын созды. Олар залдың ортасына шығып, вальс биінің ырғағымен айнала жөнелді. Би бойы күйеуі көзін одан алмады, бұл керемет жағымды еді. «Сенің осыншалықты жақсы билейтініңді білмеппін», деп атап өтті Дәурен музыка тоқтағанда. Бұл шипажайдағы психологиялық бағдарламаның тағы бір бонусы. Меніңше, сен айналған мына басқа әйел туралы әлі көп нәрсе білетін боласың. Егер біреу Әлияға осыдан 1,5 ай бұрын күйеуімен қарым-қатынасы осылай түбегейлі өзгеретінін айтса, ол бұған сенбес еді. Ол бәрін күйеуіне жазалағысы келген қалауынан бастаған болатын. Тек бұл жаза Дәурен үшін де, өзі үшін наградаға, сыйлыққа айналды. Бөлмеге күйеуі қолында кофе шынаяғы мен нәзік дала гүлдерінің шоғы бар науаны ұстап кіргенде, ол өзін әлемдегі ең бақытты әйел сезінді. Міне, бұл оқиға да өз мәресіне жетті. Соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Қымбатты достар, сіздердің өмірлеріңізде басқалардың идеалдары мен қыңырлығы үшін өзіңізді байқамай жоғалтып алған сәттер болды ма? Бұрынғы махаббат жоқ сияқты көрінетін осындай дағдарыстарды қарым-қатынаста бастан кешірдіңіздер ме? Ішкі күйіңізді өзгертуге, жағдайды түзеуге және мұндай қиын жағдайдан шығуға бойыңыздан қалай күш таптыңыздар? Өз ойларыңызбен пікірде бөлісе кетіңіздер. Достар, арманның орындалуына сіздердің азғандай ғана көмектеріңіз керек болып тұр. Егер әңгіме ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, тіркелу батырмасын басып қойсаңыздар, өте қуанышта болатын едім. Комментарияға қай ауданнан көріп отырғандарыңызды және де өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Мен сіздерге ұзақ өмір, денсаулық тілеймін.